Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай хит болып жатқан клубника в шоколаде шоколадтағы құлпынайды дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар видеоның соңына дейін. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Қызымыз екеуміз жасап көрдік, үйден жасап жеуге болады екен. Өте дәмді шығады, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен осындай бір ақ, бір қара шоколадты кесеге салып, водяной баняға қойып ертіп аламыз. Бұл жерде мен ақ шоколадты ертіп қойғаныммен дұрыстап пайдалана алмадым ақ шоколадты. Бірақ қара шоколадпен өте дәмді шықты. Қазір қара шоколадпен дайындағанымды сіздерге соңына дейін көрсетемін. Ең бірінші құлпынайдың осындай түбіндегі сабақтарын алып тастаймыз. Жапырақшалары тұра береді. Ол бізге әдемілік үшін де керек. Жақсылап жуып аламыз құлпынайды. Осындай салфеткаға жақсылап сүртіп, ешқандай су қалдырмай сүртіп аламыз. Және осындай блендердің ұзын ыдысы керек болады. Кез келген ыдысты пайдалансаңыздар болады, ұзындау болған дұрыс. Енді осындай ұзын таяқшаларымызды клубниканың түбіне осылай қыстырып, еріген шоколадымызға осылай батырып шығамыз. Артық қалың болып кеткен жерлерін қасықтың көмегімен алып тастап отырамыз. Менде шоколад, қара шоколад болмағандықтан орех қосылған шоколадты пайдаландым, бірақ өте дәмді болып шығады. Үстіне осындай әдемі түрлі түсті майда конфеттерді жабыстырдым. Жылдам, оңай жасалады. Дайындап болған клубникаларымызды тұрғызып, ыдысқа салып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне екінші түрінде көрсетіп жатырмын. Тағы да конфеттерді осылай жабыстырамыз. Үйде жасап жесеңіздер де болады екен. Міне өте әдемі, осындай кішігірім букет жасадық. Өте әдемі шықты. Дәмі де керемет болды. Біреуін жеп көрсетеміз қазір сіздерге. Шоколадымыз қытырлап, жақсы қатқан. Менің балаларыма қатты ұнады. Сіздерге видео ұнаған болса, WhatsApp желісіне таратып бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.